Ассаламалейкум, армысыздар қазақ халқы. Бүгінгі айтайын деп тұрғаным, біз 22 жылдан бастап осы Риддер қаласында Абай атамызға ескерткіш орнатуын сұрап келеміз. Себебі бұл қалада, осы қалада өскен, осы жерден соғысқа кетіп, сол жерде батырлықпен, ерлікпен қаза тапқан Төлеген Тоқтаровтың бюст дейді ғой, басының ғана мүсіні бар, басқа бір қазақ зиялыларына деген ескерткіш жоқ. Соны 22 жылдан бері қаншама хаттар жаздық, қаншама табалдырықтарды тоздырдық. Содан осы жолы 15 қазан күні Өскеменге облыс әкімінің аппаратына барғанбыз. Сол кісілерден міне жауап алдым. Жауапта ол кісі былай деп жазады: Абайға ескерткіш орнатылмайды дейді, себебі мораторий дейді бізде. Кім қалай түсінетінін білмеймін, өздеріңіз көріңіздер. Абайға мораторий қою деген не сұмдық бұл? Абайға мораторий қою үшін сен тым болмағанда оның әкесі Құнанбай болуың керек қой. Ұялмаймысыңдар? Шетелде Абайға ескерткіш қойып жатыр. Біз өзіміздің егеменді дербес Қазақстанда бір ескерткішке зар болып жүрміз. Одан кейін ол мораторий 24 жылы қыркүйекте кіріпті, басталыпты. Ал біз ескерткішті 22 жылдан бері сұрап келеміз. Сонда бұлар шешімін таппай, басқа ұлттардан ұялды ма, неліктен осыны істеді, кім білсін. Екіншіден, қаланың атын ауыстыру. Қаланың тарихи атауы Кеңсай. Ол көп адамға белгілі. Тарихшылар да, өзіміз де ізденіп бірталай мағлұматтар жидық. Риддер деген атауды сол Кеңсайға ауыстыру. Оны ауыстыру үшін жергілікті халықпен санасу керек дейді. Ондай ұсыныс түскен жоқ дейді. Бұл ұсынысты да біз айтып келе жатқайы 22 жылдан бері. Мен міне қазір тағы бір осы ең жуықтағы салған ұсынысымды салам. Осы бейне өңдеуден кейін. Ол осы жылдың басында болған 25 жылы. Сонда мен жазған ұсыныс болып саналмай ма? Менен басқа да 10 шақты адам жазды хаттар. Бұлардың беретіні ондай ұсыныс түскен жоқ дейді. Сонда біз немене жазып жүрміз? Бұлар неге басқа нені қарамайды, осыға дейінгі болған хаттарда, ұсыныстарда? Көше атауларын ауыстыру керек болса, тағы да осы жердегі жергілікті халықпен ақылдасу керек дейді. Солардың қас-қабағына қарау керек дейді. Сонда біз өз елімізде жүріп өгей баланың күнін кештік па? Кеше ғана мемлекеттік тілде сөйле деп мемлекеттік қызметкерге ескерту айтқан ана желтоқсаншы ағамызды да 4 жылға соттады. Сонда қайда бара жатырмыз? Дауысқа салатын болса, онда айтар жоқ. Бұл қалада біз 16% қазақпыз. Басқасының барлығы өзге ұлт өкілдері. Ал егер де Қазақстан бойынша санайтын болсақ, сондағы осы жерде кеудесін керіп жүргендердің пайыздық есебі Қазақстан бойынша 15% етнос. Неге жалтақ болдық, неге қорқақ болдық? Онда айта кетейін, біздің қалада өзі айналдырған 5-6 көше қазақша аталған. Оның ішіндегі ең масқарасы ұзын бір көшенің басы Төлеген Тоқтаров, аяғы Мұхтар Әуезов болып бітеді. Бұл енді нағыз мазақ қой. Екеуіне екі ұзын көше берсе, тақиясына тарлық етермеді. Сондықтан өз жағымыздан осы секілді көптеген әділетсіздікті күнделікті көріп жүрміз. Айтамыз, жазамыз, күліп айтамыз, әзіл қылып айтамыз.
Енді біз текті қазақ болғандықтан тізерлеп жылап сұрамаймыз. Біз талап қоямыз. Сонымен әкімшілікте осындай адамдар отыр екен. Жаңа маған жауап берер кезде не деп ойлады екен? Абайдың ескерткішіне мораторий, сондықтан ол болмайды деп. 28 жылға дейін болмайды дейді. Сол білгім келеді. Абайға кім мораторий қойып жүр? Ол қайдан келген адам екен? Қазақтың жаратушысы ма екен? Абайдың әкесі Құнанбай ма екен? Осы жөнінде өз пікірлеріңізді айтыңыздар. Мүмкін мен де қателесіп тұрған шығармын. Бірақ өзім жеке пікірім, жеке көзқарасым осындай болып тұр.